Сәлем достар, бүгінгі тақырып пеня жайлы болмақ. Өткенде бір видеоның астына оқырманым жазыпты, пеняны қалай есептеуге, қалай қарауға болады, бізде қарыз бар ма, жоқ па деген сияқты. Ең бірінші айта кететін жайт, пеня деген қарыз, оны барлықтарыңыз білесіздер. Ол қарыз қай кезде болады? Сіздер отчисленияны уақытында жасамасаңыздар, сіздерде қарыз пайда болады. Енді ол уақыт қалай? Мысалы, сіздер январь айының платеждарын февраль айының 25-іне дейін, февраль айының марттың 25-іне дейін төлеп үлгеру керексіздер. Яғни, текущий айдың платежын сіздер келесі айдың 25-іне дейін төлеп үлгеру керексіздер. Егер сіздер олай төлеп үлгермесеңіздер, болмаса ұмытып кетсеңіздер, әртүрлі жағдай болады. Мысалы, біреу ұмытып кетеді, біреу даже білмейді, что 25-іне дейін төлеу керек екен. Біреулер жинап бірақ төлегісі келеді деген сияқты. Солай сіздер жинап бірақ төлеген кезде сіздерде пеня пайда болады. Ол пеня сіздерде отчет тапсырғаннан кейін уведомление түрінде келеді. Енді кейбір кісілер айтады, мен жаңа кіріп қарағанмын, менде ешқандай қарыз жоқ деп тұрды. Енді мен отчет тапсырғаннан кейін ертесінде маған уведомление келіп тұр, менде қарыз деп дейді. Неге олай, бағана қарыз жоқ болды ғой, менде отчет тапсырарда дейді. Ол дұрыс, себебі налоговый сіздің отчет тапсырғаннан кейін ғана, барлық суммаларыңыз отырғызылғаннан кейін, барлығы көрінгеннен кейін барып қана сіздерге пеняңызды есептеп уведомление түрінде жібереді. Енді пеняны қараудың, қарызда қараудың әртүрлі тәсілдері бар, бірақ мен всегда выписка арқылы қараймын. Маған солай ыңғайлы. Бүгін сіздерге сол выписка арқылы қарауды көрсеткім келіп тұр. Ең бірінші, сіздер кабинет налогоплательщика сайтына кіресіздер. Сол жерден лицевой счет дегеннің ішінен выписка из лицевого счета деп басасыздар. Бұл окно менде уже ашық тұр. Бұл жерден сіздер КОГД и период таңдайсыздар. Код органа госдоходов. Бұл жерде сіздер пенсионка соцотчисление бойынша қарыздарыңызды көргіңіз келсе, онда прописка бойынша сіздер қай налоговый органға қарайсыздар, сол жердің кодын таңдайсыздар. Мысалы, мендегі қазір клиент, ол шет ауданына, пропискасы шет ауданында. Сондықтан мен УГД по Шетскому району деп таңдап аламын. Нәрсте период, мысалы, мен қай кезден бастап қарағым келеді? Мен осы жылдың басынан, январьдан бастап қарағым келеді. Январьдың 1-нен бүгінгі датаға дейін таңдап аламын. Запросить данные деп басамын. Обновить страницу. Енді менде астында скачать Excel, открыть браузер деген әртүрлі варианттар бар. Мен браузердан қараймын. Так, бұл жерде 901, 101, 902, 101, 904, 101 деген ол КБК. Яғни сіздердің платеждарыңыздың номері. Поступление в пенсионный фонд, мысалы, 24 мың, и мне уже мына жерде бізде пеня көрініп тұр. Бұл кісінің пенялары. Пенсионкаға ол кісіде 25 теңге, 89 теңге тиын қарыз. Поступление социальных отчислений 63 теңге, 43 тиын қарыз. Медстраховкаға 18 теңге, 12 тиын қарыз. Бұл кісі әлі төлемеген. Енді сальдо на конец периода дегенге қараймыз. Сальдо на конец периода деген графада пеняларымыз минуспен тұрады. Пеня деген жерде міне. Минус 25 теңге, 89 тиын, минус 63 теңге, 43 тиын, минус 18 теңге, 12 тиын. Бұл кісіге уже отчет тапсырылып қойған 22 жылдың бірінші жарты жылдығы үшін. Енді бұл кісіде қарызы көрініп тұр. Енді сіздер барлықтарыңыз мына жерге уже қарап отырған шығарсыздар. Бұл кісі негізінде барлық айға төледім февральдан бастап деген отчетты сол бойынша тапсырғанбыз. Бірақ мына жерде біз қарасақ, ол кісі июнь айын төлемей ұмытып кетіпті. Июнь айының платеждарын июльдің 25-іне дейін ол кісі төлеу керек болған. Ол кісі төлемеген. Бүгін уже 30 июль, и бұл кісіде уже
за июнь төлемеді деп шығып тұр, плюс еще пенясы алдыңғы айда бір төлемеген, барлығы қосылып осылай пеня болып тұр. Міне осылай сіздер выписка шығару арқылы пеня деген графадан қарауларыңызға болады. Пеняны сіздер Каспи KZ приложениясымен төлеулеріңізге болады. Не болмаса почтадан барып төлейсіздер. Егер сіздерге керек болса, пеняны қалай төлеймін деген сіздерде сұрақ болса, білмей жүрсеңіздер, комментарийға жазыңыздар. Мен сіздер егер керек десеңіздер, сол туралы видео түсіремін. Видеоны до конца видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Ақпарат сіздерге қарапайым тілде өз сөзіммен түсіндіруге тырысамын. Сіздерге түсінікті болу үшін, сондықтан мені қолдауларыңызды сұраймын.